Бакиров мырза, сізден қадағалау мүлде жоқ. Сіз өткенде менімен бірге аудандардың бәріне еріп бардыңыз. Біз бәр ауданды аралап шықтық, Жалағаштан басқа да, осы соңғы бір 15 күннің ішінде. Мен қанша тапсырма бердім. Ол енді мына жақтағы аудандарда да солай шығар. Мен кеше сапарға баратып өттім, Шел мен Жаңақорған. Оқшатан тұсында берген тапсырмалар ешқайсысы орындалмаған. Мен айттым, қайтардыға дейін баста деп, соған кейін бастады. 10 күн уақыт өтті. Неге қадағаламайсыз? Неге сіздер берген тапсырманың артын қадағаламайсыздар? Аппарат, Жақмардан Асқаров, неге бұлай? Неге ол қадағаланбайды? Тапсырма берілді облыс әкімі. Ол міндетті түрде орындалу керек. Мен орындалмайтын тапсырма бермеймін. Жеке тапсырма бермеймін. Анау миллиардтаған жұмыстың тапсырмасын бермеймін. Қолдан келетін жұмыстарды тапсырып жатырмын. Олардың қолынан келмейтін мүмкіндігі жоқ болса, мен оны облыстық бюджеттен көмектесіп шешіп беріп жатырмыз. Республикалық бюджеттен көмектесіп шешіп беріп жатырмыз. Мынандай ұсақ түйек нәрселер орындалмауы ол дұрыс емес.